Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін біз Иманбек Зайкенов жайлы айтатын боламыз. The Grammy goes to Imanbek Zaykenov for Roses. Бұл жігіттің лақап аты Иманбек. Толық есімі Иманбек Маратұлы Зайкенов. 2000 жылдың 21 қазанында Павлодар облысының Ақсу ауданында дүниеге келген. Өнерші Қазақстанда, сондай-ақ Ресей, Украинада Иманбек Music лейблімен танымал қазақ продюсері және хаус музыка ремиксері. 2019 жылы Saint J.H.N.ның Roses әніне өзінің ремиксін жасау арқылы халықаралық деңгейге танымал болған. Қазақ десе руың кім деп сұрайтын жайымыз бар ғой. Иманбек қай елдің баласы екен десеңіз, айтайын, Арғын руының тумасы екен. Бәрекелді дейміз. Бұдан да жоғары биіктерден көрініп, туымызды аспанға асқақтата берсін. Қазақстанда дүниеге келген ол 8 жасында алғаш рет әкесі сыйлаған гитарада ойнаған. Теміржол институтында оқып жүргенде, ол Ақсу теміржол станциясында жұмыс істей бастады. Иманбек 17 жасында 2017 жылдан бастап ремикс жасауды жалғастырды. Ресейлік Effective Records лейблі арқылы атты америкалық рэпердің Roses әніне ремикс жасады. Ремикс Saint J.H.N.ның қатысуынсыз жасалды. Өйткені рэперге Instagram арқылы байланысу әрекеттері сәтсіздікпен аяқталып, Иманбек жауап ала алмады. Ремикстелген ән бүкіл Еуропадағы, соның ішінде Бельгия, Мажарстан, Нидерланды, Польша, Үндістан және Швециядағы көптеген чарттарда көзге түсті. Және Shazam World'да 3-ші орында болды. Ремикстің сәттілігі мен танымалдылығына сүйене отырып 2016 жылы жазылған түпнұсқа ән 2019 жылы US Billboard, British Singles Chart және Аустрия, Канада, Дания, Франция, Германия, Ирландия сияқты басқа елдердің чарттарына шықты. Ол өзінің алғашқы әнін Spinning Records, Drama Records'та шығарды. Иманбек еліміздің 100 жаңа есім бағдарламасына да қатысып, 31 қазан 2019 жылы Қазақстанның 100 жаңа есімі мемлекеттік жобасының жеңімпазы атанды. Иманбек Зайкенов 24062 дауыс нәтижесінде мәдениет номинациясында бірінші орынға иеленді. Сондай-ақ ақш-тың ұлттық өнер және дыбыс жазу академиясы үздік ремикс категориясы бойынша Иманбек Зайкеновты марапаттады. Грэмми рәсімі 31 қаңтарда өтуі керек болатын, бірақ пандемияға байланысты ол 14 наурызда онлайн форматында өткізілді. Ол номинанттар 2020 жылдың қараша айының соңына жарияланған болатын. Иманбек Зайкеновтың Грэмми жүлдесін ұтып алған кезіндегі алғашқы сөздері мынандай: «Анама және әкеме рахмет, менің командама және Effective Records лейбліне рахмет, менің менеджерім Кириллге рахмет. Рахмет Грэмми», деп ол марапат алғаннан соң алғыс айтқан болатын. Иманбектің тағы бірнеше шығармалары бар, ең негізгілері мынадай: Take Me шығармасы, Hot, Smoke It Up, Dope шығармасы, Clandestine шығармасы, Romantic Dance шығармасы және басқалар. Осындай қызықты роликтердің қазақ тілінде көп болуын қаласаңыз, лайк басып арнаға тіркеліңіз. Отбасыңызға амандық тілеп, келесі роликтерде кездескенше деп қаламыз.